түстің мен үшін, енді міне бағың берді жемісін. Бала қыранышыңға шықса бұл күнде, мұның бәрі әке сенің жеңісің. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала ханыма. Ей адамдар шүкіршілік етіңдер, мұны өмірде әкелерің барына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Алатаудай қадірің білесің бе, арманың мен ұлдарың бір өсуде. Алтын шапан кигізсең де асаған, айтшы әкем не істей алам сен үшін. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала ханыма. Ей адамдар шүкіршілік етіңдер, мұн өмірде әкелерің барына. Әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Жұмақ, әке жұмақ қақпасы, болар жаққа бұрсаңдаршы ат басын. Бір күндері жұмақ іздеп барғанда, қапа болып қақпа жылмай жатпасын. Анашымды отырғызып жаныңа, той берейін салып ала ханыма. Ей адамдар шүкіршілік етіңдер, мұн өмірде әкелерің барына. Әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Тек әкелер сендер ғана лайықсың, хан сарайы патша тағына. Шабылық соққандар жұғысты болсын бұралақар соғай. Рахмет. Ал енді баршаларыңызға ассалаумағалейкум. 18 мың қаламды жаратқан, құдіреті шексіз сансыз мадақтаулар болсын. Алланың атымен дүбірлі тойымызды мерекемізді бастайық. Аллаға құл болған Мұхаммедтің үмбеттері, баршаларыңызға ассалаумағалейкум рахматуллаху баракатух. Той құтты болсын, шапалақ соққанға жұғысты болсын. Енді өздеріңіз бүгін білесіздер, мінекей Қалас әкемізбен Бегайым анамыздың шаңырағында дүбірлі той. Осы Қалас әкеміздің 70 жасы құтты болсын деп бір шапалақ соған адам бар ма? Және де қос бірдей бүлдіршініміздің Мұхаммедтің Али Нұрдың сүндет тойы құтты болсын деп бір қол соғайық. Поддержка қайда? Анамызды ортаға қарсы алатын боламыз. Енді шама шарқымыз жетсе, баршамыз орнымыздан тұрайық. Енді үлкен кісілерге ренжи алмайым, аяғымыз ауырмаса дегенмен орнымыздан тұрсақ, шапалақты соқсақ, бүгін той жасап жатқан той иелері әкеміз бен анамыз ортаға құрмет қошемет шапалақ қойған.
деп айтсаң сізге шапалақсыз қуанттық ал кет Ішке келді. құтты болсын мінекей 70 жыл мінекей отауыңызды құтты болсын енді бірақ 70 жыл жаңа өмір сүрдіңіз ғой қол ұстасқанға сұрап жатырмын отау құрғанға қанша болды отау құрғанға білмейтін шығарсыз сияқты қанша жыл болды отау құрғанға 46 жыл. мә шапалақ 46 жылдық махаббат екеулеріңіз бақытты болыңыздар қосағыңызбен қоршап артайыңыздар ата мен апам бақытты болсын ба бақытты болсын ба екеуіне екі қолды көтеріп бір шапалақ болсын енді сіздерді қазір ешкім отырмаймыз осы бірлеп ортаға шақырамын сіздерді құттықтасын енді аяғымыз ауырмаса да жастар ешкім отырмайды ең үлкені аты кім еді ең үлкені Назира. Назира неге жеткілет деді Назираның үйге Нәжім. ал сол нәжім үлкенінен бастап ортаға құрмет қошеметпен ортаға гүл шоқтары мен ұл қыздарын қарсы алайық қол соғайық ең бірінші қанша бала? 4 баланың ата-анасына бір шапалақ соғылды. Қанша ұл қанша қыз болды? 11 mi 12? Сырттағы қанша бала? 4 балам бар. Бір şimdi қайдан өмірде тұрасың. Құтты болсын мына бала шағасына бір шапалақ соғайық. Әлсіздеп атып қояйық. Тоқтауға тиіп отбасында бір суретке түсіп алайық. Келіңіздер құтты болсын. Жұмысты болсын. Мына алтын Бұнымен той өткен жоқ, ол 7 жас, одан кейін сүндет той бар. Сүндет той бар. Екі бірдей батырға бір шапалақ соғайық. Бүгінгі батырымыз Мұхаммед пен Әли Нұрдың сүндет тойы дұрыс па? Сол сүндеттен басқа баланы шақырайық. Тағы орнымыздан тұрып, қос бірдей батырға шапалақ. Мұхаммед Әли Нұр. Сүндет тойы құтты болсын. Надежда!
отбасы болып бірге қос бірдей батырымыз ортаға келді. Сүндетке отырды, мұсылман болды, құтты болсын бірге. Bir мұсылмандық қызметтен құтылып жатқан екенсіздер, құтты болсын. Ал, фотоға түсейік та баламызды жанымыз қалай, баламызды алдымызға қарай. Суретке келіңіздер. Мұны рахмет, той иелері ақындап, қонақтардың жанында жайғасып алуға рұқсат. Сізге той 70 жас құтты болсын бәріне қарай. Енді ортасында тағы бір шақырып көңілдерімізді, той иелерін ортаға шақырып тағы бір көңілдерімізді көтеретін болармыз. Енді дастархан төріне орын алайық, ағайын, туыс, құда, жекжат, баршамыз осы түбірлі тойға қош келдіңіздер. Бүгін мінекей тағы айтып өтейін, Халас әкеміздің 70 жас тойы қос бірдей батырымыз Мұхаммед пен Али Нұрдың сүндет тойына қош келдіңіздер. Той қуаныш құтты болсын, баршамызға шығысты болсын. Енді бісміллә деп тойымызды бастайық. Өздеріңіз білесіздер, біз қазақ елі бір нәрсені бастамас бұрын әрине бісміллә, ілі әмин деп ақ батамен ашқан халықтың ұрпағы едік. Бүгінгі түбірлі тойымыздың де басына ақ батамен ашайық. Ауыл барма ақсақалсыз атасыз, оның айтқан әрбір сөзінен анасыз. Ақ батаны алайық атаменен ападан, оның сөзінен бар ғибрат аласыз деп сөзінің өзінің бата тілегін етін алып келген осындағы Халықбай атам қайда отыр екен? Халықбай атамды ортаға шақырайық, әдемі бата салайық, тойды бастайық. Бата салайық. Құрметті Қалақ жиналған қауымға Қалас күзіне екен әңгіменің бірі еді. Той жеткенді құтты болсын. Шамнан Қаластың тойы ашықты жарияланды. Барлығыңызға рахметулла қарап, мейлі болыңыздар. Егерің сау. Екізгі шапанада бір топ қойыңыз ба, бір шапан берейік, келіңіз. Бір топ қойыңыз, шапан егіз берейік отырған жеріңізде. Батам батпасын, батам жерде жатпасын, батасы берген Халықбай атамды Алла қауымнан сақтасын деп тілейік. Мына шапалардың бәрі Халықбай атам сіз оқысын ағай. Шапан егізға. Жұлынған тауықтан Алланың несбеткен алыңыздар. Енді біз кешімізді тойымызды бастайық. Енді тойды бастап беретін осындағы қос бірдей тамаша әнімен Нұрислам және Ернат деген балаларды ортаға шақырайық. Осы балалар ән айтып берсін. Сол әнмен тойды бастайық. Сіздер ақырда бастамнен алайық. Бұлар баланың бетін қақпа белін бұлдейтін екі балаға бір шапалақ соғып жіберіңіздер. Осы тойда тамаша әнін орындасын. Тағы бір микрофон керек па? Ал, кеттік, кезектесіп айтамыз да бірден қылармыз. Қос бірде бүлдіршін, тамаша ән шырқайды сіздер үшін. Come with me,
бақ немерелеріне міне апам тағы ақша алып келе жатыр. 2 мыңнан беріп жатыр иә. Қаншаншы класс оқисың? 4-ші. Сен? 4-ші. 4-ші класс оқиды екен. Бөлу деген сабақты өттіңдер ма? Иә. Тамада сен ел бала ән айтады деп шақырған кім? Тамада ма? Иә. Бөлуді білсең түсінбейді түсінмейді. Шапалақ салып жіберейік екен ақшаға қатты екен. Міне апаны сүйіп қойыңыздар, апаны атаны сүйіп қойыңыздар. Немерелеріне бір шапалақ құтты болсын тойларыңыз. Енді ал тойдың бастысы ол тілек ниет, сондықтан да әдемі тілекпен тойымызды бастайық. Өзі кеш басталды. Енді ортаға тамаша тілекті ниетті жалғастырайық. Баршамызды Мұхаммедтің үмбеті, өтендерді жоғарылау құрметі, тойға келген әр мұсылман қазақтың тәтті қылық тілек айтты міндеті дейді. Әулеттің үлкендері Қыпшақтар әулетін ортаға шақырайық. Баладамның бауреті, ұлдарыңмен әрқашан еліңнің кірсін дәулеті, қыздарыңмен әрқашан еліңнің кірсін сәулеті, тойларың той боласын, Қыпшақ елі әулеті деп бір шапалақ соғайық. Қыпшақтар әулетін ортаға ата жерлерді шақырайық. Жаңа ғана батасын берген Қалықбай атам бастаған Мәлік, Закира, Кәрім және де мінекей Гүлжан, Райхан, Жолдас тойды гүл дейді. Барша әулеттің үлкендері. Шама шарқы, билетпесеңіздер рұқсат алған. Жолын жасым берсін дегендер бір шапалақ соғып жіберіңіздер ең әуелі. Алла қаласа сіздердің жастарыңызды маған, менің жасым сіздерге берсін. Мына апам сияқты билеп ойнап жүре беріңіздер. Түрді баталарыңызды беріп. Ал, бастайық. Ассалаумағалейкум. Бүгінгі жинап отырған біздің Қалашаның 70 жасы немересінің сүндет тойы. Қалас бегайын тойларын тойға ласа берсін. Өмірлерің ұзақ болсын. Балдарын қызығын көріп, үлкен адамат болып жеткендегінде осы балдарында тойды осындай басқосып отыра берейік. Тойларын тойласын, денлерің сау болсын, отбасы аман болсын. Әрекеш шәрі құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Қалас айналайын 70 жасың құтты болсын. Өмір жасың ұзақ болсын. Денсаулығың мықты болсын. Келін екеуің Құдайдың берген балдарының, немерелерінің қызығын көріңдер. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Бірақ үстіндегі отырған екі кішкентай немерелерің бауырың болсын, денсаулықтары мықты болсын. Үлкен Қазақстанның бір азаматтары болып жетілуіне тілектеспін. Ең бірінші мынау ел аман, жұрт тыныш болсын, еліміздің іргесі бүтін болсын, халқымыз аман болсын, әрқашанда Қазақстан өркендей берсін. Соған тілектеспіз. Барлықтарыңа да осындай жақсы тойларды тілеймін. Ассалаумағалейкум, кешке жиналған қонақтар. Кәне, аға жеңге, ақа, туылған күнің құтты болсын, 70 жасың құтты болсын. Отбасы бала-шағаң аман болып, әрдайым аға жеңге болып менің алдымда жүре беріңіздер. Дендерің сау болсын, бала-шаға немерелерің көп болсын. Әрдайым сіздерге жақсылық денсаулық тілеймін. Отбасы бала-шағаң аман болып, әрдайым осы ағайын жақындықтың ортасында қауіпсіздікпен осындай жақын жоқтармен өткізе бер жақсы ниетіңді. Соған тілектеспін.
кеш жарық құрметті кешке жиналған тойшыл қауым. Міне бүгінгі бір Алланың жақсы күнінде мына үлкен бір тойханада жақсы дастархан басына бас қосуымызға себепші болған қайным Қалқажан мен келінім Бегайынның үлкен мерекесі екен. Міне Қалқажан, денің сау болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Тек өмірде бақытты бол, жаның қосағыңмен қосаған. Алланың берген балдарының қызығын екеуің теңдей көріңдер жаным. Екі балаң сүндеттелген. Өмір жастары ұзақ болсын, дендері сау болсын. Жалғыз ата әжесінің, ата анасының емес, еліміздің үлкен азаматтары болып жетсін. Әлібек, Жәнібек, сендерге де құтты болсын жандарым. Осы біздердің жолдарымызды берсін сендерге. Тек жақсылық қосақтарыңмен қосағар өмірде бақытты өмір сүріңдер жандарым. Бәрілеріңізге денсаулық, заманның тыныштығын, отдарының басын амандығын тілеймін. Тек жақсы күндерде кездескейміз. Балаларға қадірлі болып, сыйлы болып екеуінде, қадірлі апалы болып жүре берді. Балдар біздің құтты болсын, тойласа берсін. Мына қалас, ана үш балаға, ана қызыңа рахмет сендерге осындай атасын 70 жасын тойып бақытты болыңдар айдан. Рахмет сендерге. Құрметті кешке жиналған қауым, мына Мырзаға мен Бегайымның Мырзағаның 70 жасы құтты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, қосағымен қосағасын. Мына сүндет деген балаларының өмір жасы ұзақ болсын, мен деген азамат болып жетсін. Әлібек, Жәнібек, айналайын мына балаларыңның сүндет тойы құтты болсын, папаңның 70 жасы құтты болсын. Міне осы отырған жастарға осы үлкен кісілердің жасын берсін. Семьямыздың атынан жүздің шашуымыз бар жаным. Болдым айтпайсыз ба, қосыласыз ба? Қосылғандар бақытты болып жатыр дейді қазір. Рахмет. Бүгінгі тойларына ұдай келген, біздің той жасаған осы әулеттің үлкендерін Құдай берген, арасында аталарға қол соғайық, ұят екен қайта-қайта сұрай берген. Сұрай берген айтып, сапақ сұрап алып отыр да. Сұрға болғанша болар, ыстық болады дейді, сен шыққан бала сияқты. Рахмет. Және де Шабан той иелеріне Қалас әкемізге Шабан, Бегайым анамызға Камзол, баяғыда қыпшақтар шапалақ соғатын еді, білмеймін қазір. Суретке түсейік сосын ата. Бір суретке түсейік ағайын туысқандармен. Фотоға түсіп алыңыздар, құттықтап алыңыздар енді. Ал суретке түсейік, келіңіздер апалар. Тілектеріңіз Алла қабыл етсін, той-той болсын. Қапшақтар жасай берсін. Құдай қаласа аман болыңыздар. Қапшақтар болыңыздар, той-той болсын.
содан кейін Алла қаласа биімізді де, ойында, әнде, биде жалғасын табады. Қазақта күйік жаман деталдарыңызға соқтырмай, ыстық кейде осы артақ мейрамханасының аспаздары әкімшілігі дайындаған ет табақтарын қарсы алыңыздар. Встречайте, қарсы алыңыздар. Ақбатасын төрдегі аталардың үлкендеріне жан алайық. Ал беріңіздер, әдемі баталарыңызды. Осы жерде Әбдімәлік атам бар, Халық атам бар. Қайсысы? Бата беріңізді, етке, сырасқа. Іләмен. Етке бата. Етке бата. Етке бата беріңіз. Әмин. Ordalı olsun, yeriniz kardeşler. Dinlerin sağ olsun, mutluluklarım aman olsun. Gelinin olsun, kurtaklı. Tasakan top olsun, vaymayın yok olsun. Yardım olsun yasıma, bay olsun tasıma. Vakıfet versin başıma, umur versin başıma. Neye cevabın şeytan yollanmasın karşıma. İmanın saygın versin, küpüregenin değerini versin. Kök versin, yüreklerin toyun toğulaşır. Amin aytqanlarınız gelsin. Allah'tan tağayımlı yollarınız rast keldi. Özleriniz bilesizler. Allah'ınız rast kelген кезде bizlerді таңғы білетмен от мазаламай тұрайық. Қасқырмен қазақты ет жеген кезде никакта мазалауға болмайды дейді. Өйткені қасқырды ет жеп жатқан кезде қасына барып мазаласаң өзіңе шабады. Қазақты ет жеген кезде мазаласаң құлақ естімей қалады деген. Сол сөзге сүйейік, тағы медиаларымызға ет келді астан.
сендердің сүндет тойы осы жақсының қос тойы қабат келеді дейді. Осы тойға келген ең көңілді дастархан қай дастархан, а? Басынан бір сұрақ көрейін тағы да. Бүгінгі 70 жас сүндет тойға келген қонақтардың арасында ең көңілді дастархан келген қойайын. Ең көңілді қонақ қай дастархан? Қайда? Тойды шақырайықшы, көрейінші, мамын атын келіп кетті, содан кейін көрмеді. Шапалақ соғайық мына кісіге, қаласа келуге. Келші шапалақ. Отырыңыз. Стоп. Мамам қайда? Мамамды шақыршы, үйдегідей шақырыңызшы маманы. Кім деп шақырыңыз? Кім еді әйеліңізді? Бегай. Тойда қарсы алдық, той иелері қанша қонақ шақырдığına тойға құдай қаласа? 150 адам дейді. Мен 150 адам шапалағын естіп тұрған жоқпын. Түспей қалдым. 46 жылдық махаббат міне, пожалуйста. 46 жыл, 4 бала, құдай қаласа, аман болыңыз. Енді жақсының жақсылығын айт нұртасын дейді. Бегайым мамамның үш жақсы қасиетін айттыңызшы, өзіңізге қатты ұнайтын. Біз енді дұрыс болса шапалақ соғып отырайық. Бегай мама қандай бірінші жақсы қасиеті қатты ұнайтын өзіңізге қандай? Қандай? Осындан кейін Бегай мамам ең бірінші қатты жақсы көретін жақсы қасиеті отырғансың мама сізде? Қандай? Біреуін айтыңыз. Қатты ақ көңіл бар, жаңа қонақты жақсы күтеді, көп қой қасиеті. Бірақ өзіңізге қатты ұнайтын бір үш қасиетін айтыңыз, біз шапалақ соғамыз әр қасиетінде. Бегайым қандай? Ақ көңіл. Супер, жақсы айтты дейді. Екінші Бегайым қандай? Оппана. Біргі болса, екінші Так, үшінші Бегайым қандай? Жақсы. Мамам мен сондайым ба деп бүйтіп қалды басы. Ал, енді біздің папаны мақтайық. Қалас папам қандай? Қалас қандай? Жақсы, тыныш. Тыныш дейді. Басы осы болғысы ғой, тыныш. Тыныш өзімен ешкімге жоқ. Екінші папа қандай? Қайсы қасиетін айтайын? Біраз қасиеті бар сияқты. Күшті әзіл жарасып жатыр, мына кісілерге бір шапалақ соғайық. Күшті той болады, қанша той басқарып, осындай той күнде бола берсін. Екіншісі қандай қалас? Ойбай жақсы айту білмейді. Общинесіне ме екен бүйтіп? Бүйтейікші, бүгін той жасаған Қалас ағама кім шапалақ соғады? Қалас! Бегайым! Стоп! Біреу Қаласқа соғып жатыр, біреу Бегайымға соғып жатыр, определитесь, қазір көреміз. Кейші Бегайым маман. Қазір отыра берді папам, қазір өзімді арнайы шақырам. Қазір мына жерден Бегайым деймін, кім Бегайымға, кім Қаласқа соғатын көреміз. Ең әуелі Бегайым мамамды мен ортаға шақырайын. Самая прекрасная. Рахмет. Самая шустрая. Самая любимая. Супер мама. Супер құдағи. Ең жақсы ана. Ең көрікті әйел. Стоп. Ең күшті. Ең күшті мама. Той иесі Бегайымға шапалақ. Келші мама біргедей. Бадюшка! Ағай тұрышқа қарайда! Рахмет, отырыңыз. Сізге билеп шықсын деп едім ғой, мама. Солай, магазинге барғанда келдіңіз ғой сразу. Қалай шықты, мама? Енді нағыз бүгінгі тойдың иесі 70 жасқа толып жатқан Қалас әкемізге дұрыстап шапалақ соғайық. Келіңіз, папа. Қазір сізді мақтайық. Бүгінгі той иесіге бірге шығамыз. Мына жерден бастап. Ал, қазір Қалас әкемізді ортаға шақырайық. Той иесі Қалас. Он не Бэтмен, он не Спайдермен, он просто Қалас.
қазақша күрес, еркін күрес, бокс, таеквондо, карты ойын, оның ешқайсысына жоламаған. Он просто қалас әкеліп шығып, бәріміз орнымыздан тұрып сапарласу ғой. Бегайымның көзінше өзінше болып қалсында. 70 жасқа толған қыз! Отыра беріңіз. Қалай шықты қалас әкеміз? Қалас папа, сізден сұрайыншы. Бегайым отыра беріңіз. Бегайым келе атыр деп едім, ешкім орнынан тұрмады, бірақ қалас келе атыр деп едім, бәрі орнынан атып тұрды. Не үшін деп ойлайсыз, папа? Сыйласыз. Мен папарас едім. Орнынан тұрайын, папам келе атыр. Екеуіне бір шапалақ соғайық. Күшті андай мерекелі той болып жатыр. 4 бала бар дейді, Алла қаласа. Сол 4 бала осы жерде бар ма? Үлкені кім? Назира, келіңізші ортаға. Назираға шапалақ соғайық. Назираны не деп еркелетесіз үйде? Назир. Папасы не деп еркелетеді? Назираны не деп еркелетесіз? Назирға бір шапалақ соғайық. Кішкен камераны алып кет. Бірақ бүгін енді гүл беріп құттықтамасын ғой, Алла беріп бірақ аяғы бала нәзір болып, томпан еркелеп, мама, папа, сүйсек шапалақ соғайық, бола ма? Білмейсіз ба, құттықтайсыз, бірақ еркелеп, томпан қояқ, кішкентай нәзір болып үйдегі. Шапалақ соғайық, нәзіріне құттықтайсыз екеуі. Туысқандар қайда? Шапалақ! Екінші баланың аты кім? Данияр қайда? Даниярға бір шапалақ міне, Данияр. Стоп. Данияр не деп еркелетеді дейді? Кім немене аудармайтын ол? Азып, тасып, тозып қалған үшін. Данияр не деп айтасымен еркелетеді, аты бар ма үйде? Данияр. Шықтым еркелетмейді. Стресс алып жүрма балаға. Данияр, сен де үлкен әпкең болсаң, еркелеп барып, бала Данияр болып, мама мен папаны құттықтай. Даниярына шапалақ! Давай, Данио! Даниярска! Тұра қойын, аға кет қалмаңыздар, осы жерде. Кемсің? Так, үшінші среда. Кім? Әлібек қайда? Әлібек шақырып қойыңыз. Әлібекке бір шапалақ. Кеш Әлібек. Мына балаға бір шапалақ соғайық. Тойдың басынан бастап, списікте араласып, осы той 40 той өткізгенде уайымдап, не қылып жүрген осы бала. Әлібекті еркелетесіз ба? Әлібектің аты бар ма? Әлек деп. Мына бала күшін астырын шық. Данияр күшіне. Ал, Әлекқа шапалақ, еркелес Әлек. Даниярска! Әйеліңіз бар ма? Кім есімі? Шақырайын дегідей. Келе ғой. Келе ғой жібе қалай еді. Енді өзі еркелетпегеннен кейін әйелді еркелете алмайды ғой. Келе қойды. Ау! Данияр аты бар ма? Дакун деп еді. О, бәрекем бар екен ғой Дакун. Нақалы ұра береді екен да бұл кісі. Келін қай жақтың қызы? Қай жақтың қызы? Өзің? Ауылдың қызы ма? Аха. Енді бір келін бір сәлем салып қойсаң бұл осы жерге келіп. Осы жерге келіп, ата-апаға бір сәлем, халыққа бір сәлем. Ал келініне шапалақ. Не келініне қош келген? Рахмет. Келіңіз.
Қанша жыл болды үйленгендерге? 15. 10 жыл ма? Вообще, еркелетіп тұру керек та маған. 13 жылдық махаббатқа бір шапалақ күшті, супер. Қанша жыл болды? Әйеліңіз бар ма осы жерде? Шақыр үйде келді. Гүлнар, келе қойыңыз. Гүлнар қай жақтың қызы? Осы жақтың есімі екен. Шымкент, шапалақ соғып жіберейік, шымкентский келінге. Күшті. Қанша жыл болды келін болып түскенге? 17 жыл. Сізге? 17 жыл, 13 жыл. Bir сәлем салып қойыңыз сізде ата-анаға, халыққа шапалақ соғып жіберейік. Міне. Рахмет. Келесі бола. Джонни. Жәнібекке бір шапалақ. Міне. Стоп. Кенжесі ма? Осы еркелетеді. Джонни, Жәнібекке де еркелетесіз. Жәнібек па? Жако. Жако. Ал, кенжесіне Жакоға бір шапалақ. Бар. Кенженің аты кенже. Еркелес шаш сойына. Жакоға бір шапалақ. Ал. Давай, Жако. Надежка! Осы әулет ақыретке дейін аман болсын дегендер екі қолды көтеріп бір шапалақ соғайық осы әулетке. Енді билейік. Екі команда, папа. Көріп отырсыз, оң жақ, сол жақ, біреуін алыңыз, біреуін жаңа әйеліңіз таңдайды. Оң жақ, сол жақ, қайсысы? Оң жақ біздің әкеміздің командасына бір шапалақ соғайық. Оң жақ Аларский команда, сол жақ Бегайым анамыздың командасы, өздеріңізге бір шапалақ соғайық. Екі команданы бөліп алдық. Енді кішкене мына шетке орындығыңызды қазір қойып жіберіңіз. Осы жаққа отырып алыңыз, сіз кішкене ары қарай отырып алыңыз. Ал екі команда қазір екеуі той иелерінің екі командаға бөлінді. Келіңіз, қыз келіңіз, үлкен қызы. Мама, папа, қай жаққа барасың? Оң жақ, сол жақ. Мама или папа, біреуін таңдай сал. Жоқ, екеуі де бір команда таңдау керек. Екеуі де папаға барасың, иә? Папасының қызына бір шапалақ. Келе ғой, иә? О, так. Оң жақ. Мама, келін келе ғой. Келін таңдатайық. Қайната или енешка біреу? Ата? Көп тойларда осы атасын таңдайды келіндер. Неге екен білесіздер ма? Екеуі де бір адамнан зарып жегеді. Следующий. Кесейін, сен кесейін. Кім қайда? Келіншегің шақырсы. О, так, мама, папа, біреу. Мама жаққа өтеді, шапалақ соғайық. Келіншегі келіңіз, келіншегі. Қайната енешка. Өлетін жерін біледі да ол. Ана келінге айтып қой. Сенің келіншегің бар ма? Аты кім? Шақыр үйде. Кел, Гүлнасың. Гүлнасың қанша жыл болды? Гүлбаршын қанша жыл болды келін болып түскен? Ау? Бірге тұрасыз ба? Иә. Баша, мұзқағам қайда білейін? Бүлік жылық көрдім. 10 қанша? 13 жылдық келінге бір шапалақ. Қай жақтың келіні? Қай жақтың қызы? Шымкент. Бәрі Шымкенттен ала берегеніміз. Шымкентский келін. Bir сәлем салып қой халыққа. Ал, шапалақ, Шымкентская. Кенженің келіні. Стоп. Қай команда? Мама, папа. Давай, мама жаққа өт. Қайната енешка. Ортада тұра беріңіз. Енең өлтіріп ұратын жаққа. Давай, біреу таңда. Апысыңды қайнатаң таңда. Ана апысың дейді. Қара, мына апысына қайнатасы біреу енесін. Мына келін көрейік қайсысын таңдайды. Қайната или енешка. Сол үшін айтып ғой орта. Біреу таңдау керек. Мама или папа? Ата. Ата. Атасы көп жақты жасаған ол еді. Ал, енді осы әулеттің тойы құтты болсын көрейік. Ал, күйеу бала қайда? Кеш. Бәсе, мынау ақша сағам деген осы ғой. Тастамайды арасы. Күйеу балаға бір шапалақ. Пайғамбар да күйеу баласын сыйлаған дейді, міне. Қай жақ? Қайната ене? Біреуін таңда. Молодец, атасын таңдайды күйеу балалар. Ал, көрейік, оң жақ, сол жақ күшті тұрма. Енді біздің әкеміз, Қалас әкеміз сол жақты таңдады. Мына тойыңызды көтеріп жіберетініне сеніңіз болма, таңдаған команда. Ал, сенімін ақтайма көрейік. Қалай
барған кезде чайды кім береді? Чайды Бегайым мамам келіндерге айтады, келіндер береді. Нормальный чай ішкілеріңіз келсе, нормальный чапалақ соғылыстар. Көресіздер өздеріңіз. Бегайымның командасы 1-2! Қазір 2 команда жарысамыз, до конца жарысамыз. Сіз бал бересіз командаңызға, ондан бастап 100-ге дейін. Қара жорғаны білеміз ғой, орнымызда отырып білеміз. Қайсы күшті, сіз бағасын бересіз. 10 пайыз, 20, 30, 50. Ал кеттік, әкеміздің командасы қара жорға. Папа, оннан бастап 100-ге дейін қанша пай командаңызға? 6 пай құтты болсын, жабалақ. Супер. Енді өзі біледі, көздің командасы. Енді біздер қалмаймыз. Біздер, бұл кісілер қара жорға билесе, біздер тренд билейміз. Қолды битіп алып, мұнай бар үйін жербетіп, па? Онда кетті 1-2-3! Бірге келі қолы. Қанша пайыз, мама? 100. 100. Сол қималы болмаңыз. Ал, енді анау-мынауды бөліп атқан жоқпын, осы әулеттің тойы құтты болсын. Осы әулеттің тойы құтты болсын дегендер, баршамыз екі қолда соңғы көтерейік, қаттырақ. Кім қолын көтермейді, соның қолтығында проблема. Бәріміз көтереміз, осы әулеттің әкеміз бен анамыздың тойы, қыпшақтардың тойы құтты болсын деп, музыка шабана. Қыпшақтар қайда? Нағашылар, бауырлар, қапталар, кәлімдер, достар. Айғай жолына! Не басайын, басайын, бастауынан қашпайын. Қаласпағының тойында өлең шығарып тастайын. Ана қыздың алқасы, мына қыздың алқасы. 70 жастың болғаны Бегайымның арқасы. Орнымыздан тұрайық, орнымыздан тұрайық. Папа менен мамаға бір шапалақ соғайық. Қуанып тұр папамыз, қуанып тұр мамамыз. Міне бүгін сүндеттелді, көптен күткен қос батыр балаңыз. Құлдалары қайда екен? Нағашылар бар ма екен? Қыпшақтарым қайда екен? Коллектив, достар қайда екен? Қаулас
енді ағайын мына бүгін той иелері әдемі той жасады. Бағана мен осы тойға келе жатырып, әдемі бір той болады деп мен кішкене уайымдадым адам болған. Сөйтіп ұйықтап кетіппін. Сөйтіп түсіме атам кірді айтты десе, бүгін Қыпшақтардың тойына барасың. Қыпшақтар саған шапалақ соғады деді. Атам айтты мен. Сөйтіп атам айтты, бүгін енді той иелері 70 жасасып жатыр. Алла қаласа бүгін енді той иесі Бегайым анамыз 110 жасайды деді. Шапалақ қылсаңыздар болады. Мен сосын сұрадым, қалас ше деп едім, қалас 98 деді. Арманға қосай ма? 98-де кейін кімнің кеуіге дамытып қалады шығарсыздар. Екеуіне бір шапалақ соғайды. Сосын жаңа атам айтты, рахмет, тамада бала, мен тойымды көтеріп атқаныңа деп қалас 10 мың береді. Тойларыңыз құтты болсын. Екеуі бақытты болсын ба? Бақыт қызы болсын ба? 70 емес 150 жасасын деп екі қолды көтеріп бір шапалақ болсын ба? Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта өтсін өмір жолдарымыз толы болып байлықта. Бақытта, шаттықта, есендікте, саулықта өтсін өмір жолдарымыз толы болып байлықта. Мына президент таратайын, папа. Мен ағайын туыстардың дос-жаран бәрін білесіз. Үлкен бір ұл келсін мына жерде, любой бір баласы. Маған күшті беретін бір еркек керек болып тұрады. Приз берейін деп тұрмын. Кім бар? Бір еркек кісі бар ма? Еркек хатшы деп кім еркек керек? Танымайтын шығарсыз. Бар, басқа бір туысқандар келіңіздерші, мына бір күшті беретін кісілерді шақырып беріңіздерші. Келе ғой, кел братан. Сіз келіңіз. Бір ер кісі кім? Папам, есімің бажаңыздың? Женька. Женька, братан! Давай, другой, Женька газ келе жатыр. Басқа бар ма? Бажаларыңыз, туысқандарыңыз, құдаларыңыз зор беле бара сіздің тойыңызда приз алып кетеді. Бірінші орынға двухкомнатный квартира дейді хозяйынымен. Кім бар? Күшті бел. Біреуін шақырыңыз. Қане Женька? Женька танитындар бар ма? Қайдан біле Женька деген? Жақсылық аға, сіз би күшті билейді деп шақырып тұрсыз ба? Ал давай, билеп қайтайық, биіңізді көрейік. Ал, Жақсылық ағама бір шапалақ соғайық. Мына жерден бастап бір Жақсылық аға. Мына жерде тұрып алыңыз. Жақсылық аға деп хабарлайып, билеп беріңіз. Бірінші биіңізді көріп алайық. Ал, Жақсылық аға дайындар бар ма? Жақсылық тұрады. Келіңіз аға білесіз. Көзін жұмалып жібереді кім? Биле алмайым деп қойып. Қалай шықты Жақен? Супер. Бажан тойы ғой? Бажан тойы, бажасына бір шапалақ. Бажан тойын көтеріп атқан. Әйел кісі шақырып беріңізші ма? Жақсылықпен билейді. Коллектив дос. Мына жігіттер қайда? Айтып, не қылың? Кім? Әсем жеңге. Әсем-ай, Әсем жеңге қайда? Келіңіз, Әсем! Музыкада өтіп болады сізге. Әсем жеңгесі батеш бүйтейікші, Әсем жеңгесі. Бейіңіз бірі көріп атыр. Анаяқтан бастап жақсылық сияқты шығыс дұрыстап. Ал, Әсем жеңгесі бір шапалақ. Танитындарыңыз болса. Әсема! Жібер музыка! Қайдан көрдім деймін ғой, адамға ұқсайды, енеме ұқсайды екенсіз. Так, еркісі, тағы. Бажаңыз сияқты білетін еркектер бар ма? Тәжібай бар ма? Тәжібай аға дейді. Тәжібай аға қайда? Ар жақта біліп шығыңыз, Тәжібай аға. Кім болады бұл кісі сізге? Күйеу. Күйеу бала бұл жылдық дейді. Пайғамбарды күйеу келе алған. Күйеу балаға шақалған. Тәжібай аға, жіберді мұзыка.
негізі билейді, жақсы билейді, басында қобалжып дейді. Машинеде ойыншықтар болады, бүйтіп тұрады. Так, әйел кісі, коллективте достардан кіші жастар. Камчат, коллективский Камчат. Билеп шықсаңызшы, магазинге жатқан жоқсыз, неге шақырып отырсыз? Ал, Камчат, поддержка қайда коллективтің? Давай, коллектив басқа жастардан бір жігіттер жағып берейік кім? Ажаба? Еркек. Қанат! Қанат братан! Қолды қараса, мәшіненің алдында не болады өйтіп сыпыратындар. Поддержка соғып жіберейік Қанат ағама. Супер, Қанат аға. Так, біреу, екеу, үшеу, бір әйел керек сонымен. Дана! Қайсы Дана? Қанатқа Дана керек? Қайда Дана? Давай Дана, Қанатқа Дана керек дейді. Дана Таманаға да керек. Дана! Дем алып бүйтіп отыра беріңіздер. Апа, ал жаққа, чай ішіп. Мына кісілерге шапалақ соғайық. Бер қарай. Жорта қарай. Стоп. Ал, танысайық, кім қай жақтан келді, кім қай жақтан келді, кім қандай жұмыс істейді. Есіміңіз кім аға? Жақсылыққа поддержка. Бар жаса. Қай жерден келдіңіз Жақсылық аға? Теміртау? Шапалақ. Арнайы Теміртау бізге Жақсылық. Не жұмыс істеп жатсыз? Бір қыз айтып тұрса сөйлестерге. Есіміңіз? Кенжетай. Ау? Кенжетай аға. Кім боласыз? Күйеу бала өзі қызметтегі. Не жұмыс? Қай жақтан келдіңіз? Алматыда? Не жұмыс? Машина КамАЗ дейді. Жеңіл машина. Инженер дейді. Есіміңіз? Джекичан. Джекичанға да ұқсайды екен. Кім боласыз? Джекичан? Бауыры. Кім бауыры? Әлбектің бауыры. Қошемет сауып жіберейік күшті. Қай жерден? Осы есікті ма? Осы есікті. Не жұмыс істедік? Каспий. Скол? Ау? Директор. Поддержкасы мықты екен ол. Маған директорсың деп содан кейін директор болып кетті ғой. Мотивацияны өлтіреді деген да. Есіміңіз кім? Әсем. Шапалақ соғайық Әсем. Кім боласыз әулетке? Няня. Жоқ, осы әулетке кім боласыз? Садик. Келін болады. Келін. Садикте жұмыс істейсіз. Няня. Каспий бар дейді. Тұра қойыңыз. Есіміңіз? Есімім Камшат. Түргеннен келдім. Гүлбаршының әріптесімін. Балабақшада? Тәрбиеші. Екеуіңіз танисыз мына кісіні? Танимын. Конкурент. Есіміңіз? Дана. Кімге керек деді жасыз, Біреуге керек деді ғой. Қанатқа керек деді, Так, не жұмыс? Үйде. Қанаттың жанына кіріп olsa бірді. Қанатқа керек. Ал, шапалақ мына кісілерге. Еркектер, бір шаг алдыға. Еркектерге бір қол соғайық, ағаларымыз келіңіздер. Түрлі мамандық бар. Каспий, водитель, инженер ме да? Слесарь ғой. Инженер ұқсайды бұл. Инженер болып Слесарь, водитель, банк қайсы? Банк. Текст банк үйдесіз ба? Жұмыс жоқ ба? Жоқ. Как раз банк сізге керек. Бізде екі қалды. Слесарь,
и водитель қайсысы? Водитель. Сілестір вообще өтпей қаласыз. Келсеңізші. Бір команда боласыздар. Ал, мына сізге күшті поддержка береді. Сен банкирсің. Команданың атын ақылдасайық бір-бірімізбен. Ана кісімен, сына кісімен. Команданың атын біреу батырлар деген команда болады, ақындар команда, екеуіңіз бір командасыздар да, сол атын ақылдассаңыздар, бірінші орын береміз, екінші орынға екінші орын береміз, үшінші орынға не береміз аға? Үшінші орын бас дейді. Үшінші орын береді, күшті, супер. Так, команда дайын ба? Дайындала беріңіздер. Команда. Аружан. Балабақшаның атын қойды. Қосыласы бар Аружанға қосылсаңыз. Аружан командасына шапалақ. Команда Аружан. Бір жаққа аламыз. Келесі команда. Бишілер. Шапалақ. Бишілер командасы. Бизнесмендер. Слестерді таппайтын жоқ. Бизнесмендер командасына шапалақ. Бастайтын Аружан. Бейжарыз, қай команда мықты билейді, соған шапалақ соғамыз. Бірінші орынға күшті приз. Аружан, жібер музыка. Шаршама тек шаршама. Нормально. Келесі балабақшама. Бишілер! Поддержка бишілер! Бизнесмен. Бизнесмены! Бастаймыз. Тағы бір жалғастырайық. Өздеріңізден бастайық. Команда қандай еді? Бишілер. Бишілер бастайды. Өзбекше бір билеп көрейік, қалай болады екен. Өзбекше таныс бишілер.
Аружан ба? Аружан қалай келеді? Бизнесмен. 200. Аружан. Аружан кетейін деп тұр. Кім бола сөйлеткен? Ибаршинның коллективі. Шапалақ соғайық, Садикский. Стоп! Кеу бала, на біреуін алсын. Келішіп берейін, бір пара. Шапалақ соғайық кеу балаға. Приз сізге, осы тойға апарып салысып отқан. Бір сұрақ қояйын, оңай ма, қиын ба? Оңай сұрақ, қиын сұрақ. Оңай. Әйеліңіздің аты кім? Дұрыс. Ше өзі, команда қойды. Ал, екі команда қалды. Ең бірінші бишілер. Бишілердің поддержкасы. Бизнесмен. Қазір бір биші біреміз. Қайсысы мықты сол финалға өтеді. Бастайтын бишілер. Швер маэстро, Шастарский. Гондоста. Бишілер Гондоста. Гондоста. 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 마음이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그 선호해 Бизнесмен жалғастырады. 선호해 마음이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 사랑스러워 Жаса қыпшақта! Gangnam Style. Жыбырламаған жерім жоқ қой. Мынау қалай? Мына братан артында отырып, что кеп фигурасы отырсың. Ал, ең бірінші өнер көрсеткен команда бишілер. Сіз 80. Бизнесмен. Екеуі де финалға алып қаламыз. Екеуі де Толстойына. Екі түрлі би финал. Қайсысы өтеді екен көрейік. Бірі Қызжібек Төлеген, бірі индийский танец. Все, таңдаймыз. Қызжібек Төлеген, Индия. Ақылдасаңызшы бизнесмен, бизнес партнеріңізбен. Стоп! Қандай? Индия. Шапалақ. Қандай? Бұл қол көрмеш баян сөйлейді. Стоп! Қай жерде тұрып алыңыз. Мен не айтам? Стоп! Мен не айтам, соны қайталап тұрсаңыз болды. Қазақ фильм ұсынады. Қызжібек Төлеген көрген фильмі. Бастайтын Қызжібек. Бір күні Қызжібек үйінен шықты. Айнаға қарады. Шашын тарады. Оң жаққа қарады, Төлеген жоқ. Қорып кетіп қарамасаң кетіп бар. Оң жаққа қарады, Төлеген жоқ. Сол жаққа қарады, Төлеген жоқ. Жаңбыр жауа бастады. Шапалақ соғады жаңбырда. Жел соға бастады. Сол кезде Төлеген ұйқысынан тұрды. Білдің ұйқысы. Бетін жуды. Тісін жуды. Дәретін алды. Сөйтіп Қызжібек Төлегенді күтіп бас ауырып, Қызжібектің басы ауырып, бір үшін демекші. Сол кезде Төлеген ұйқысынан тұрды, бетін жуды. Сөйтіп қорасына барып атын алып шықты. Атты алып шықты. Атыңды алып шықса, аттың аты қандай? Қарақарқа. Қарақарқа? Қарақарқа. Қаранар деп айтсыз ғой, примерно. Қаранардың дауысы. Қаранардың дауысы? Қаранардың балапанның дауысы бұны. Секіріп мініп алшы Қаранарға. Секіріп мініп ал. Қызжібектің ауылына шайтты. Шапалақтайма. Алтыны Бер ағын.
Айналайын жүрек жаным. Айналайын жүрек. Қайраты тумас. Қайрат тумас. Сізге айтып Үші. Есі бар? Жоқ, барады. Тұршын ма? Анаңыз ба? Менімен бірге аяққа барасыз ба? Барамыз ба? Анаға жасай! Менімен не бар деймін аяққа? Барыңыз қалай? Менімен бірге аяққа барасыз ба? Менің аяққа барасыз. Аяқта айтады ма? Барасыз ба? Мамамнан сұрайын. Мамасы. Бересіз ба қызды? Бересіз ба? Мамасы? Жақсы сөйлеп, өз тұрысы болғаннан кейін бар. Мама беремін. Папамнан сұрайын. Мамасы. Бересіз ба? Әрине. Керек. Беремін дейін. Барасыз ба? Алып кетеді. Алып кетсін. Шапалақ соны берейін. Алып кетеді. Стоп. Ай, жігіт. Атын қалды ғой мен. Қалай шықты? Ал, енді ескиді бастайық. Бар ма бизнесменнің поддержкасы? Коллектив қайда достар, айқай шу. Музыка қойылып, тығылып, айналып, билеп тығылып қаласың, өз тауып алады бұратан бірдеңе. Ал кетті, қызым қойықта. Поддержка! Жігітке бір қабалы қайда поддержкасында барған. Музыка қойылады, іздеп қабылдап ештеңе жоқ. Ал жігітке рахмет. Кішкене аяғыңызды тұрып аласыз ба? Жоқ, орман болады. Ят болады енді. Ал кетті жігітке. Sen ağaç болып тұршы, бой ағаш болып бүйтіп жаңа, бүйтіп, майсы, отбасы ештеңе, суын ақшы керек бірген. Қамыстан ақшы? Кім болады? Қарындасым! Ау! Ормада да сүзсі.
ағашқа барып қайғыр, ағашқа барып қайғыр. Қайғырсың ағашқа құшақтап. Шамалақ соғыз берекет бір келеміз, бір партия, жібер музыка. Айға жоқ! Бері! Бірінші өнер көрсеткен Қыршыбек Төлеген дейшілер 200 индийский бизнесмен. Енді мына досына разы болып тұрмын, братан, мына тойды көтеріп отқан шыннан біз сізге құр ол емес. Мына әйеліңіз бар ма? Мынаны бер соғысы. Неге дейін, не айрам? Бергін келімсе, маған бермей алғысы. Және де осы тойды көтеріп атқан мынаның ішінде стакан, мынау сізге шапалақ соғып жібереді. Және де мына білмеймін, алма шапалақ соқпай қалма, құр жібермеймін, индийский үшін 2 фрейс. Және де осы тойды көтерген жаңа қайда Қыршыбек Төлеген? Келіңдерші, Қыршыбек Төлегенге бір приз берейін. Кел, жігітке бере салайын. Рахмет бар, аман бол. Осы тойды көтерген нағашыларға 2 қолды көтеріп бір шапалақ соғайық. Кішкене болса да қолдырыңызды көтерейік деді. Қаласаған той қалай болып жатыр, ұнап жатыр ма? Көп сөзді демеңіздер, кішкене тойларыңызды көтеріп жатыр маға. Халық әдемі болып ойнап келіп қайтсын деп ортаға нағашыларын шақырайын. Мұхаммед пен Али Нұрдың нағашылары Сәрсенбай бастаған және де мінекей Тания, Азамат, Феруза, сонымен қатар Жасұлан, Бағила, Тәуірбек, Сандуғаш, Нұрлан, Үміт, Ғабит, Ұлдана дейді. Барша нағашылар ортаға келіңіздер. Нағашылары! Жүздерінен төгілер әрқашанда шапағат, жиендерге ағайын болсын әркез махаббат. Үш жұртының ұлысы, анамыздың туысы, нағашыға ағайын ұрыңыздар шапалақ. Ех жаным күн айна, бүгінгідей күн қайда, өстіп ән салсам ағайын қол ұрмай ма, нағашыға шапалағың болмай ма. Ал аман болыңыздар. Енді бәріміздің анамыз бар, бәріміздің нағашымыз бар. Нағашылар қош келдіңіздер. Енді нағашы деген кезде кез келген азаматтың жүрегі дүрсілкенеді. Баяғыда 5 жасар бала әкесінің туысқандары емес нағашылардың мойнына сегір мініп алады екен. Әкесі тұрып айтып жатыр дейді. Неге нағашылардың мойнына сегір мініп ала бересің десем, өйткені менің анамның нағашылардың үстінде анамның ақ сүтінің иісі шығып тұрады деп. Сөйтсе бала өсіп байып кетті. Рахмет. Аман болыңыздар. Нағашы деген кез әрқашанда үлкен ұғым. Нағашыларға шапалақ, сонымен қатар әкелген дүниелеріне, көңілдеріне тағы бір шапалақ соғайық. Рахмет.
рахмет сіздерге. Ал, тамаша тілекті бастайық. Қош келдіңіздер. Келіңіздер. Ассалаумағалейкум. Мына бүгінгі қала сағанның бегайым құдағайдың қуанышты тойына жиналған ағайын туыстары, құда жекжат, тоқжаран дегендей барлығымызға бүгінгі қуанышты той құтты болсын. Қала саға біріншіден осы тойға себепші болып отырған тойдың басшысы сіз ғой. Мына бірінші Алланың берген жасы 70 жас. Берейлі берекеңіз құтты болсын. Алла денсаулық берсін, күш-қуат берсін. Пендеден сұрамақ Алладан бермек дейді. Біз сұрайық, Алла 100 жас берсін. Осы өсіп жатқан ұлықтарымыздың, немере шөберелерімізді қызығын көріп Алла денсаулық беріп жатса, шөпшек сүйіп, бегайым құдағаймен бірге қызықты өмір сүре беруді Алла Тағала нәсіп етсін. Екінші мына немерелеріміздің қолына адалдап мұсылмандық дейді ғой, негізі бәріміз о бастан мұсылманбыз ғой. Сонда да осылардың жігіттігі құтты болсын. Келешекте бір ел билемесе де ел аузында жүретін азаматтардың бірі болсын. Осылардың қызығын көруді, осылардың абыройлы күндерін көруді сізге Алла Тағала нәсіп етсін сіздерге. Балдарыңыз бақытты болсын. Мына Әлібек, Гүлнұр, Жәнібек, Гүли, балдарының жігіттігі құтты болсын, мұсылмандығы. Алла қуаныштарында ұзағынан қылсын, тойларын тойға жалғаса берсін. Көрер қызықтарын мол болсын, балдарың бақытты болсын. Үлкен азамат болсын. Тойға келген ағайындар, біздің мына қала сағанымен бегайым құдағайдың дастарханы барлықтарының үйлерімізде жайылай берсін. Соның куәсі болайық. Рахмет. Бәрін сөйлеп қойсам, менен кейінгілер ренжиді, дос сөйлейтін қалмады ғой ештеңе. Қала саған құтты болсын және бір еді. Бүгінгі тойларымыз құтты болсын. Әлібек еркем, Жәнібек Гүлбашым, сіздерге бүгінгі балдарының сүйген тойы құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Әрқашанда осындай жақсы ниет тойларда кездесе берейік. Қаласаңыз сізге ұзақ өмір, зор денсаулық тілеймін. Осы мына балдарыңыздың алдында бәріміздің алдымызда ойнап күліп жүре береміз. Бегайым тәтемен бірге қартайып, немерелердің қызын көріп шөбереге жеткізсін. Шәріп құрметті қонақтар, Қалеке 70 жасыңыз құтты болсын. Құдағай сізге де құтты болсын. Немерелеріңіздің сүндет тойы. Әлібек, Гүлнұр, Жәнібек, Гүлбаршын, сіздерге де балдардың мұсылмандығы құтты болсын, үлкен жігіт болсын. Аталарындай, әжелеріндей ел халыққа белгілі адамдардан болып өсе берсін. Бастарын тойдан шықпасын. Ары уақытта кетсек, осы отбасыға тойға келе берейік. Қаласағын бегайымде бүгінгі күніңіз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. 70 жастағы 70 көріңіз. Гүлнұр, Әлібек, Гүлбашым, Жәнібек. Бүгінгі балдарының сүндет тойлары құтты болсын. Әрқашан осыны ойнап күліп жүре беріңдер, балдарың қызығын көріп той-тойға албаса берсін. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Бүгін Қыпшақтар әулетіне біздің Қалас құдамыздың шаңырағында өздеріңізбен осындай үлкен тойда жүздескенімізге қуаныштымыз. Алла Тағала баршамызды қуантсын. Қаласата туған күніңіз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Алла Тағала берген өмірде мән етпесауды Алла Тағала сізге нәсіп етсін. Жаңағы ұлды ұяға, қызды ұяға қондырдыңыз ғой, енді жаңағы өзіңіз санына жаңылысып жатқан немерелеріңіздің қызығына тоймай, бегайым құдағи екеуміз ойнап күліп
қартаймай, осы балаларыңыздың немелеріңіз алдарында әзиз бастарыңыз ешқашанда төрден түспей, дәл осындай күлімдеген көзбен жүре берулеріңізді Алла Тағала сіздерге нәсіп етсін. Жүз жасаңыз, сізден тарайтын ұрпақтар күллі қазақ еліне қызмет ететін ұрпақтар болсын иншалла. Адам ұрпағымен өмір жасайды дейді. Жаңағы жоғарыда айтылған тілектердің бәріне қосыламыз. Ел билейтін, қазақ еліне қызмет ететін, тіліне, дініне, туған жеріне, отанына қызмет ететін адам ұрпақтар. Абай атамыз айтқандай, сендер бір кірпіш дүниеге тетігін тапта барғанан деген сияқты осы қазақ елінің іргесіне кірпіш болып қаланатын ұлдар мен қыздар, ар намысты ұлдар мен ар ұятты қыздар, осы сіздердің шаңырақтарыңыздан өрбіп өсуіне біз тілектеспіз. Ал енді мынау кешке тағы да себеп болып жатқан жаңағы біздің екі жер атқа қонып, негізі жаңа жоғарыда әкелеріміз айтып жатыр ғой, мұсылманның баласы туылғаннан мұсылман болып туылады. Мынау енді сүннет бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннеті бойынша мынау сүннетке отырғызып атқа қондырып жатсыздар міне. 5 жасқа толған баланы сүннетке отырғызған баланы атқа қондырып, атқа отырғызып, аттың тізгінін беріп, енді сен ел билейтін ұл болдың деп ата-анасы үміт артқан сияқты, міне ұлдарыңызды атқа қондырып, елдің билеудің үмітін артып отырсыздар. Алла Тағала осы ұлдарды ертең сіздердің тілектеріңізді, ниеттеріңізді ақтап, ел билейтін, қазақ еліне қызмет ететін сондай бір салиқалы ұрпақтар болуды нәсіп етсін. Гүлеке, Алеке, Гүпіш, Жако, тойларың құтты болсын. Әрқашанда бошағылыққа тойға келейік. Ал енді мына сыйлықтардың ішінде ерекшесі Ернат қайда? Нышок? Нышок қайда? Нышок кел! Шапалақ соғып отырсаңыздар болады. Самокат, электросамокат. Осы енді кел. Нышанға беріп отыр еді, екінісін артына салып өзі алып жүреді ғой деп. Бұл олардан үлкендеу ғой. Қазақта жақсы бір сөз бар. Жиылып бүгін әулеті, шашылды сан дәулеті, тойларыңыз құтты болсын ағайын, тойларыңыз құтты болсын, Қыпшақтар әулеті деп. Тойларыңыз таңдай құтты болсын. Ал келіңіздер. Келіңіз. Мақсатlar 70 жасыңыз құтты болсын. Бегаймен де сіздерге де құтты болсын. Немерелеріңіз сүндет тойы, баршаңызға құтты болсын. Ең қысқа тілек айтқан. Ұрпақ сөзі беруге өтінемін. Рахмет, бәріміз қосылдық па? Мыналығыз, мінекей мына біздің нағашыларына шапалақ, мінекей делелеріңіз әкелген заттарыңызға мыналығыз, мереке құтты болсын. Енді біздің де арнайы сый-сияпатымыз бар. Бар ма? Қаласы құдаға дейін. Деген құдағи бар. Әлбетте. Өзір әпшеге. Рикон. Маған ниетке. Мұхаммедке. Каналарды призме тарап çıkıyor. Қаласы құдаға, әзім жануар. Бегайымда деген.
Той барышыңге. Janibekке ko'ylak. Ruslan, Nurislan. Anjuga. Yerbat ben Muhammedga. Ali Koş. Ali Koş ben Muhammedga nomı. Екі тәтті тоғыз бар, екі көрпетесек, екі кішкентай бар. Екі бексібет. Нағашылардың атынан бір приз. Шашу. Құтты болсын. Базарда қалды ма бірден? Рахмет, осындай нағашыларға бір шапалақ соғайық. Аман болыңыздар. Іште бұл алып беріп жатыр әрқайсыларыңызға. Енді біздің де сый-сияпатымыз бар. Келіңіздерші, қос бірдей анамыз, қос бірдей әкеміз жандарыңызға тұра қойыңыз, нақсылардың. Бізге сіздерге де арнайы сый-сияпатымыз, шапанымыз, алтынымыз бар дейді. Сыйластықтарыңыз арта берсін, аналар, әкелер аман болсын, бір тыныштығы сабан болсын. Ал кетті, алтын. Ал, енді құтты болсын алтын. Жаңадан алтын тақса ескісін тамадаға береді дейді. Құтты болсын, ойнамайды жатыр. Ал, бізде де мінеки анамызға да, керемет әкемізге де сый-сияпат. Ал, қосылғай, аналардың әкелердің құрметші ағайын. Шахан Мәлзу, анамызға да алтын. Қос бірдей анамызға алтын. Бұл қыздардың атынан. Құдағайдың жанына барыңыз, сіз құлағыңыздың жанына, сіз құдағайдың жанына. Алтынды бетейіп, көрсетейіп тұрып сүйікті халыққа. Әне, алтындай. Нағашының құрметіне қосылса болмайма. Миллион қолғайда. Нағашының құрметіне қосылса болмайма. Миллион қолғайда. Нағашылар, құдалар, бір билеп қайтсақ болмай ма? Билеп қайтайық, тілектерді залға қабыл етсін. Ал, нағашылар, құдалар, тоғын сөйле.
болыңыздар. Қазір де құдалардың тілегін тыңдаймыз. Содан кейін бір тілегімді берейін, Құдай қаласа. Жылдан бар жыл құрайын, шалқыптасып тұрайын, сөз кезегін келесі құдаларға бұрайын деп осы өлеттің. Құдалардың тілегін тыңдайық. Аттарыңыз атап, түстеріңіз істеп ортаға, құдаларды шақырайық. Осы өлеттің құдалары күміс айтпай бастаған Салиха, Бейсен, Жарқын, және де мінекей Шынақыл дейді. Сонымен қатар мінекей Толқын, Орынгүл апамыз бар. Және де Құдай берген Тазагүл, Рүстем, Гүлнара, Тамара, Оразбек, Айсұлу, Қайырбек, Бейбайша, Базарбай, Гүлзабира, Серік, Болғанай, Бұлбұл, Алмас, Рома, Айнұр, Дулат, Лариса, Алия, Алима, Гүлдана, Гаухар, және де Жанар дейді. Барша осы әулеттің құдалары деп жазылып қойыпты. Келіңіздер. Құдағилары. Баршаларыңызды билететін боламыз. Бір 5-10 минут сәл сабырлық сақтайық. Басқа кісілер мен сөйлеген кезде шуласаңыздар болады, бірақ мына құдалардың тілегін тыңдайық, рұқсат болса. Сәл сабырлық сақтайық. Қош келдіңіздер. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық, ғасырдан ғасырға жалғаса берсін. Екі ауылда салып жатқан көпірлеріңіз мәңгілік болсын, тұғырлы болсын. Құдаларға бір шапалақ болсын, қарап отырған шағайына. Ал, тілек тыңдайық. Қош келдіңіздер. Береке құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Осы кешке жиылып отырған қауым. Қалас құдағына бүгінгі талғатқан туылған күніңіз құтты болсын. 70 жасыңызда құдағаймен екеуіңіз мынау өсіріп жатқан қыздардың немере шөберелердің қызығын көріп, ортамызда күліп ойнап жүре беру. Осы немеренің қолына алдап жатыр екенсіздер. Бұларда Қазақстанның мен деген белсенді азаматы өсе берсін, бақытты болсын, тойларыңыз тойға болса берсін. Кеш жарық, құрметті алыстан жақыннан саптан келген ағайын достар. Бұның міне құдам Қалас ағаның үйінде үлкен той, үлкен қуаныш болып жатыр екен. Қалас аға, мерейтойыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, өміріңіз ұзақ болсын. Өсіріп отқан балдарыңыздың қызығын көріңіз. Немере тойыңыз да құтты болсын, балдарыңыз құтты болсын. Әрқашанда балдардың қызығын құдағаймен бірге көре беріңіз. 100 жасаңыз. Тойыңыз тойға аласа берсін. Ай, мыналар тілек тыңдай ма жоқ па? Біз бүгінгі құданың үйінде жиналып отырған қауымды бүгін Қалас құда 70 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын, Алланың берген жасын жасай беріңіз. Құдағайменен балдардың қызығын көріңіз, қос құлыңыздың да сүндет тойы құтты болсын, мұсылмандық тойы. Елге елеулі, халқына қалаулы үлкен азамат болып шықсын. Осы түрбенің әкімдері болып шыққанда тілектеспіз. Үйлеріңізді әрқаша осында той арылмасын, елдеріңіз сау болсын. Жинаған келгендеріңіз осында тойларыңызға жайла берсін. Отырғандардың барлығына жақсы деп тілейміз, түрген келгей берсін, жайдай берсін. Біздер сырттан келе береміз. Тойларыңыз құтты болсын, тойыңыз тойға баса берсін. Құдағайым 70 жасыңыз құтты болсын, өміріңіз ұзақ, деніңіз сау болсын. Алланың берген перзенттерінің қызығын құдағай екеуіңіз бірге көріп,
шөбере шөпшек сүйіп осы базардың қызығына тоймай жүре беріңіздер. Гүлнұр, Әлібек, Жәнібек, Гүлпеш, сендерге де құтты болсын балам, қолдарыңнан бүгінгі сүндет тойы. Әрқашан өсіп өне беріңдер, ата енелеріңдей, сендер де үлкен азаматтар болсына небере той беріп жүре беріңдер жаным. Осы жерде отырған қара көздердің бәріне осы той жұғысты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, тыныштық артында осындай заман болып, әрқашан ауызбірлік осындай жақсы күндерде бастарымыз болса берсін, тойларымыз тойғаласа берсін, жүз саздағыздар бақытты болыңыздар. Кеш құрметті қонақтар, қаласының 70 жасы құтты болсын. Жете беріңіз, ойнап жүрмеңіз, немере тазаға тоймайын. Мына балаларды сүндетте құтты болсын. Бақытты болсын, ағзадарына жетсін. Той болсын, құтты болсын. Ассалаумағалейкум да кең сарайға әдемі ресторанға жиналған қауым. Кішкене сөз тыңдайықшы, өтініш сіздерден. Қаласаға бүгінгі мына кіріп келіп жатқан 70 жасыңыз құтты болсын. Мен Бегайын Тәтем екеуміз кәдімгідей әдемі қол, жұптарыңыз жазылмай, мәңгі бірге болыңыздар. Мына өсіріп отқан жаңа алдыңыздан шығып жатқан ұрпақтарыңыз көз қонарлықтай жағдайда немерелеріңіз, балалар, қыздарыңыз келіп құттықтап жатыр. Соған жараса мына бауырларыңыз, мына жерде көңілі жақын, жүрегі жақын кісілердің бәрі келіп ақ тілектерін жаудырып жатыр. Соның қатарында біз де тілегімізді айтқымыз келеді. Өміріңіз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Бегайын Тәтем мына әке Асқартау ана бұлақ десе мына балаларына әдемі тәрбие берген көрініп тұр. Жұптарымен әдемі болып келіп жатыр. Барлығымызға осындай балаларымыздың бақытты болуы, жұғысты болсын. Сіздердің жолыңызды берсін осы жерде отырған барлық кісіге. Әлібек, Гүлнұр, Жәнібек, Гүлбаршын, бүгінгі балаларыңның сүндет тойы құтты болсын. Өсіріп отқан ұрпақтарың өздерің осы аталарыңа беріп жатқан той берген сияқты сендерді төрі көтерғызып, балаларың, ұрпақтарың құрметтейтін дәрежеге жетіңдер. Барлығымызға той жұғысты болсын, тойға ұлассын. Барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Ассалаумағалейкум, кешке жиналған қадірлі қонақтар. Бүгін міне барлықтарыңызға белгілі жолын бесіп жәреулетіп үлкен қуаныш. Бұл қуаныштың себепшісі мына Қалас ағамыз Умар. Қалас аға 70 жасыңыз құтты болсын. Жасыңызға жас болсын аға. Бегайын Тәтем екеуміз бірге қартайып, осы мына өсіріп отқан қыздарыңыздың қызығын көріңіздер. Және де мына немерелеріңіздің сүндет тойы құтты болсын. Әлібек, Жөне, балдарыңыз мұсылман болып отырыңыздар. Мұсылман тойлары құтты болсын. Дейміз, Қалас аға жасыңыз 100-ге жетсін аға. Осы өсіріп отқан қыздың немерелеріңіздің қызығын көріңіздер. Құрметті қонақтар, Қалас аға мына бүгінгі 70 жасыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Бегайын екеуіңіз қартаймай, ойнап күліп жүре беріңіздер. Өсіріп жатқан ұл-қыздарыңыздың қызығын көріңіздер. Әлібек, Гүли, Жәнібек, Гүлбаршын, сендерге де құтты болсын балдарыңыздың сүндет тойы. Дендері сау болсын, семьяларыңа бақыт тілеймін. Қосылдық қоя, рахмет. Ал, құдаларға бір алақан соғайық, кішкене тілектің табылсаға қайын. Келген қадамдарыңыз сәтті қадам болсын, тілек айтқан құда-құдағилар 110-20-ға дейін аман болсын. Сый-сапатты табыстауларыңызға болады, әкемізге, анамызға шапан, материальный помощь, материал деп отқан бол. Шапанға соғайық, күшті, артта бір сөр өткесіп қайтайық, құдай қаласа. Маңыздаулық болсын құдағылықтарыңыз. Ойымыз болсын. Суретке түсіп қайтайық, құда-құдағилар, фотоға түсіп қайтайық, фотоға түсіңіздер, келіңіздер. Бүгін ертеңгі тарих дейді, осы тойда отырғанда қарап отырасыздар, көріп аласыздар, WhatsApp-қа таратасыздар. Керек болар. Мәне, әгей. Шапандар.
керек болмаса бүгін маған беріңіз. Ал, құтты болсын. Мың жылдық болсын. Қаласаға келіңіз, суретке. Ал, тәке келіңіз. Құдай жарқырап, аман жүріңіз, құдағи. Ал, енді олай болса, баршаларыңызды антракт биге шақырамыз. Антракт би жарыс. Келіңіздер.